Шетелдегі Қытай демократтардың сұмдық ақпараттарына назар аударыңыздар. Олардың айтуынша, Қытайда әлі де бала жолдасын жеу саудасы қызып тұр. Дүниенің ешбір жерінде адам организмін жемейді. Нанымы, сенімі бар әрқандай халық адам жемейді және адам организмін жемейді. Бүкіл жер шарынан алып қарағанда Қытай ең үлкен адам жегіш халық болуы мүмкін. Шындығында бала жолдасында ешқандай қоректік жоқ. Егер жегің кеп кетсе, малдыкін жеуіңе болады ғой. Ал не үшін сөзсіз адамның бала жолдасын жеу керек? Қазір бұны қытайлық мамандар бірнеше жағдайлармен бірлестіріп түсіндіреді. Хынан, Йончың, Jiangsu, Анхуй, Босян қатарлы осы үш бұрышты өңірлер әлемге әйгілі ең үлкен бала жолдасы базары екен. Әйелдердің босануын күтіп заказбен таласа тармаса сатып алысады. Қазір хабарларға қарағанда бұл базарларда тауар аз, зат жетіспейді. Туған әйел мейлі әйдеспен ауырсын, мейлі бауыр ауруларымен ауырсын, бәрібір оның бала жолдасы еш іркіліссіз саудаға түсіп жатыр. Жұңғыша емдеу, яғни Қытай медицинасында бала жолдасы біртүрлі өте жоғары дәрежелі қуаттандыру дәрісі ретінде қаралады. Бінцаукаңму дәрі шөптер каталогінде осы бала жолдасы сияқты неше жүз түрлі рецептер бар. Бінцаукаңму деген түсіндіре кетейін, біздің қазақ емшілігіндегі шипагерлік баян сияқты дәрі шөптер, ежелгі дәрі шөптер рецебі. Не үшін екені түсініксіз. Қытай медицинасында адам организмдерін жеу арқылы емдеуге құштар. Көптеген дәрі шөптердің келу қайнары да осы бала жолдасы сияқты адам организмдерімен қатысы бар. Бұл не деген сұмдық. Бірақ әлемде ешбір медицина мұның шынымен де сондай керемет екендігін күні бүгінге дейін дәлелдеген жоқ. Қытай халқы ежелден осы адам организмін жеу, шақалақты жеу, бала жолдасын жеуге құныққан. Ол бір түрлі дәстүр болып қалыптасқан халық арасында. Әр жердегі мәйіт сақтау орындарында осындай адам мүшелерін, яғни бала жолдасын, шақалақтарды саудалайтын базарға айналған. Өйткені онда өте үлкен аумақтағы тоң складтар, мұз қоймалар бар. Саудагерлердің бәрі осындай мұз қоймаларды, мұз қамбаларды арендаға алады, тауарларын сақтай алады. Қандай қорқынышты. Егер Қытай осы адам жеу салтын жоғалтпайтын болса, осы дәстүрден бас тартпайтын болса, бүкіл дүниеден оқшау қалады. Екінші бір сұмдық ақпараты, Қытай алпауыт байларының бірі Майюн Джехма жақында 18 жылға сотталуы мүмкін дейді. Оның үстіне Қытай компартиясы алда онымен Алибаба сауда тобын әлсірету, ақырын оларды тарих саханасынан шегіндіру тактикасын қолға алуы мүмкін. Си Цзиньпин ақырын Джехманы қинап өлтіреді. Бейне бір үлкен мысық тышқанды ұстап алып шалажансар етіп қойып мылжалап ойнағаны сияқты. Бұл дәл кезіндегі Мао Цзедунның Лю Шаочиді қалай қинағаны сияқты әңгіме. Лю Шаочи мемлекет төрағасы әрі саяси саханада екінші орында тұрған саяси тұлға болатын кезінде. Сол кездегі тарихтың бір парағын шынайы жазғандардан оқығаным бойынша, Маоздың кезінде Лю Шаочиді бірден құрта қоймаған, бірден түрмеге апармаған. Жуннанхай дегеніміз Қытайдың үкімет үйі сол кездегі. Жуннанхайды ақырын масқаралап бастаған. Маоздың алдымен Лю Шаочидің маңайындағы қызметкерлерін, қорғаушыларын шегінуге бұйрық берген. Тек оның қасына бірнеше күзет қана қойып бақылатып қойған. Сосын Лю Шаочи мен Маоздың үйінің аралығы бір тар көшемен ғана бөлініп тұратын, бір-біріне қарама-қарсы тұрады екен. Маоздың өзінің ауласында ерекше дайындалған мохоркасын бұрқыратып шегіп, және бір жағынан атақты Маутай арағын ішіп, қасында көптеген жас сұлу әйелдерді қаумалатып қойып, сауық сайран құрады екен. Ол жас әйелдер Қытайдың әр өлкесінен талданып, Маоздыңға сыйлыққа берілген 16-17 жасар жас қыздар болатын. Сосын Мао Цзедун сондай сауық сайранды құрып,
отырып қарсы беттегі Лю Шаочиді бұлай қинайды екен. Лю Шаочидің әйеліне кесек тастып, өзінің үйінің бүкіл терезе есіктерін қалап шығуды бұйырады, бекітіп шығуды бұйырады екен. Ең соңғы бір есік қалған кезде кесекті даярлатып, өзін есіктің ішіне тұрып қалатқызуды бұйырады. Ең соңғы тек кішкентай бір тесік қалдырып қояды да, одан ешқандай адам қашып шыға алмайтындай, өрмелеп шыға алмайтындай сондай бір кішкене тесік қалдырып қояды да, сол тесік арқылы әр күні ерлі-зайыпты екеуіне бір кесе күріштің суын, я болмаса кейде бір тәрелке шыланған көктат қана кіргізіп тұрған. Мауыздың өзінің сол қылықтарына мәз болып, әр күні сол Лю Шаочи мен әйелінің қиналған азапты шақтарынан ләззат алады екен. Қасындағы сұлуларымен бірге қарқылдап тұрып, әдейі естіртіп күледі екен. Осындай әдіс арқылы Лю Шаочиді рухани жақтан күйзеліске ұшыратып, оған тек мен ғана патшамын бұл елге, сен кімсің деген идеяны ұғындырмақшы сияқты. Міне бұл Қытай патшалықтарының ғасырдан әрі жалғасқан дара билеушілік дәстүрі. Коммунистердің ежелден халықтарды қалай қинау, жазалау дәстүрі. Міне осылай алда Си Цзиньпин өзіне қарсы шыққан Джек Ма болсын, Али Баба болсын, тағы басқа Ли Кечан сияқты Қытай жоғары дәрежелі мансаптыларын қалай ақымақ қып түбіне жететінін тек Құдай ғана біледі. Қытай сұрқиялылығы, зымияндығы деген осы. Үшінші бір ақпарат. Қытай орталық банкісі жақыннан бері қалың мал төмен өсімді қарыз беру жобасын жолға қойды. Яғни ежелден бері Қытай дәстүрінде қыздар тауар ретінде саудаға салынған. Халық арасында қыз бала 10 жасқа толған соң, ежелгі патшалық дәуірлердің өзінде қыз бала 10 жасқа толған соң елдер ол қызды бағалай бастайды. 2 сәрі күміс, 3 сәрі күміске татиды деген сияқты. Содан кейін оларды 10 жасқа толған соң сатып жібереді. Әдетте қыз бала әкесінің үйінде жүрген кезде олар ескі дәстүр бойынша олар қыз балаға ет жеуге рұқсат бермейді екен. Өйткені олардың ата-анасы былай есеп соғады. Қыздар 10 жасқа толысымен саудаға түседі, сатылады, яғни басқа біреуге ақшаға сатып, біреуге тоқал қылып береді, біреуге үйлендіреді деген сияқты. Я біреудің кейбір байларға күң қып, малай қып жібереді ақшаға сатып. Сол кезде олар айтады екен, әр жылы мереке мейрамдарда шағанда ғана ет жеген кезде қыздарына ет жеуге рұқсат бермейді екен, тағы әр күні тойып тамақтануына рұқсат бермейді екен. Ол деген сөз болашақта олар осы қызды сатқан кезде етті көп жеп қойса, болмаса тамақты көп жеп қойса, зиян шегіп қаламыз деп қарайтын көзқарас бар екен. Қытай әулеттерінің жалпы беттік дәстүр осылай. Ал қазіргі мына замандағы қалың мал төмен өсімді кредит, төмен өсімді қарыз беру жобасы дәл сол қоғамның қазіргі бейнесі емес пе? Оның үстіне Қытай жоспарлы туыт саясатының кесірінен ерлер әйелдерден 400 миллион адамға көп. Сондықтан Қытай еркектерінің әйел алуы қиынға соғып отыр. Бұл қалың мал төмен өсімді қарыз беру жобасы өте жақсы сұранысқа ие. Қытайдың ауыл қыстақтарында жесір әйелдердің өзіне 200 мың юан қалың мал сұрайды. Кеше бір ақпаратта 35 жастағы кәрі қыздың өзі 400 мың юан қалың мал сұраған. Міне қазір Қытай қоғамының сиқы. Ғасырлар бойы еш өзгеріссіз осындай сиқын сақтап отыр. Қытай әйелдерді қазір жалпы беттік осындай саудаға салудың жақсы бір жолын тапты. Сондықтан көптеген қытайлықтар махаббаттан ләззат алуды, өмірден ләззат алуды мүлде білмейді. Тек барлық қарым-қатынас ақша, мәнсап, байлық үстінде ғана құрылады. Дәстүрлі көзқарас бойынша әйелдер мен ерлер ата-анасының рұқсатымен ғана некеленеді. Міне өстіп Қытай Жоужан банкісі ерекше салтанатпен төмен өсімді қалың мал қарыз беру жобасын жолға қойған.
Ең көп болғанда 300 мың юанға дейін ала аласың. Енді алда осы жоба, осы банктердің осындай қарыз беру түрлері хит болайын деп тұр. Осымен Қытай демократтарының әңгімесі тәмам. Енді бұған біз өз көзқарасымызды қосатын болсақ, жаңағы Қытайдың ежелгі патшалықтардан қалған адамды қинау, жазалау тәсілдері, яғни Маоздунның сұрқиялықтары неше түрлі. Осыған қарасақ, тура қазіргі Қытай лагерлеріндегі жағдай бірден еске түседі. Олар бұны бірден ойлап тапқан жоқ. Ежелден Қытай билігіне дәстүр болып қалыптасқан. Мысалы, жаңағы Лю Шаочидің әйелінің өзін бүкіл үйінің терезесін, есіктерін бекітіп болып, ең соңғы тесік қалған кезде өзін ішіне кіргізіп қойып, кішкене тесік жасатып, содан әр күні аздан-аздан тамақ беру арқылы аштықпен қинауы. Қазіргі мына Қытай лагерлерінде, мысалы, жатақтың ішінде кішкене тесік болады, есіктің астында, содан тамақ беру, адамдарды сол тесікке телміртіп қою, аштықпен қинау, дәретшелегін үй ішіне қойып қинау, ұзақ сағаттарға тапжылмай бір орында бір нүктеге қадала қарап отыру, ұйықтатпау арқылы жүйкесін тоздыру. Тағы ол тапжылмай отыратын сол орындықтың өзі жаңағы садиктің балалары отыратын өте кішкентай пластмас орындық. Ұзақ уақыт отыра беріп, тіпті кейбір адамдардың жамбасы тесіліп іріңдеп кеткенін айтады лагер куәгерлері. Сосын тағы өзін-өзі боршалау, өзін-өзі сындау деген сияқты сылтаумен қытайша өзін-өзі тексерулерді жазып, мың қайтара оқытып, адамдарға сол өзінің үйренген заттарына нөмір қою арқылы адамдардың дәрежесін, адамдардың жаңағы сапасын нөмір арқылы басқарып, межу технологиясы арқылы барлығы осылай іске асады. Адамдардың еркін ойлау қабілетінен айырып, мәңгүрттендіру, вакцина арқылы өткенін ұмыттыру, адамдық сезім түйсік қабілетін жою, физиологиялық қабілеттерін жою. Сөйтіп, өмір бойы құлдық зауаттарда тегін еңбек ететін машина адамдар, тірі құлдар жасап шығуға қандай пайдаланған Қытайдың ежелгі сайқалдығын. Жоспарлы, жүйелі, системалы, ойластырылған, жоспарланған, үлкен болашақтағы Қытай билігінің мүддесіне жұмыс жасайтын сондай бір үлкен жауыздық қылмыс екендігін бірден естеріңізге саламыз. Ал енді жаңағы қалың мал төмен өсімді қарыз беру жобасындағы банктердің айтып жатыр. Әйел аз, еркек көп болғандықтан әйелдерге деген сұраныс өте көп Қытайдың, өте жоғары. Сондықтан осындай қалың мал қарыз беру жобасы шықты. Мысалы, әйел алу үшін сен сондай қалың мал төлесең ғана әйел ала аласың. Оны банктер қарызға береді, төмен өсімді. Тура осы жобаның өзі біздің Шинжаңдағы жағдаймен салыстыратын болсақ, Шинжаңдағы туыстасу саясаты да үлкен мәнге ие. Әрбір қазақ отбасының Қытай туысы бар деген сөз, әрбір қазақтың болашақ Қытай құдасы деген сөз. Жалтара алмайсың. Қазірше тарпа басталып, зорлық-зомбылық көрсетпегенімен, бірінің үйіне бірі барып қонып, бірге тамақ жеп, суретке түсіп, район комитетіне немесе бастыққа жолдап беріп, кейбіреу бармақ басты көз қыстығып, ырымын жасап, бірнеше сағат қана отырып, түнде қайтып кетіп жүргенімен, ол болашақта әрбір Қытай сол әрбір қазақ отбасының тап-таза қожайыны болады деген сөз. Соның айтқаны бойынша жүріп сызған сызғынан шықпайтын, ашса алақанында жұмса жұдырығында болатын қазақтың балаларының болашағы ертең не болмақ? Сондай болатын сұмдық өмір келе жатыр. Тағы лагерлердегі қорлық-зорлық не үшін керек? Әйелдерге деген қорлық-зомбылық не үшін керек? Ол жеке Қытайлардың жауыздығы, нәпсі құмарлығы емес, біртұтас келген саяси міндет ретінде қаралатындығы олар адамды ойлантпай қоймайды. Мысалы, олар беттеріне көз ғана көрініп тұратын қара бет қалқа киеді екен. Кім екенін білмейсің. Сосын әр лагердің әйелдерін тоқтаусыз күніге орнын жөткіп отырады. Тіпті ол әйелдер бір-бірімен танысып та үлгірмейді. Апалардың шашын кесіп, шалбар киюінің өзі оның ішінде үлкен қорлық, жаңағы рухани қысым, рухани азап
қазақ аталары, апалары үшін. Осы арқылы оларды иіс алмас, үндемес қылып, рухын сындырып, намысын өлтіреді. Әйелдердің намысы ұлттың намысы, әйелдердің рухы өлген соң сол халықтың шипасының біткені дей бер. Әйелдердің мойындары, беттері көгеріп қызарып қалады екен кейде. Сол кезде не болған деп жатақтағылар сұраса, өтірік айтады екен. Бірдеңеге ұрып алдым, талып қалдым, төсекке соғып алдым, жығылып қалдым деген сияқты неше түрлі сылтаулар айтып жалтарады екен. Әсте ешкім шындықты айта алмайды екен. Бұдан өткен қорлық бар ма? Бұл фактілер Тұрсынай Зиянтова мен Гүлзира Әуелханқызының естеліктерінен алынды. Ал енді ары қарай Қытай саясатының не үшін жүріліп жатқандығын, Шинжаңдағы қазақтардың шынымен де құрбандық екендігін ойлаңыздар, көріңіздер. Менің айтқаным дұрыс па, қате ме, оны сараптау, саралау өз еріктеріңізде.